Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар және менің сүйікті шәкірттерім. Бүгін біз сіздерменен жануарлардың алатын орны деген тақырыпта 2-ші сыныпта көркемеңбек пәнінен осы тақырыпты өтеміз. Менің есімім Ақбердиева Раушан Нәбиқызы. Мен Зерде мектеп гимназиясында 1 мен 9 арасындағы сыныптарда сабақ беремін. Енді жануарлардың алатын орны деген тақырыпта бірінші біз осы сабаққа байланысты негізгі мақсаттарды айтып кетеміз. Біріншіден, шығармашылық идеяларды дамыту үшін белгілі дерек көздермен ақпараттарды жинау. Екінші, өнердің әртүрлі туындыларының негізгі суреттеу, құралдары мен орындау материалдарын анықтаймыз. Сабақ мақсаттарында менің шәкірттерім үшін оқулыққа берілген тапсырманы орындаймыз, тақырыпты меңгеру, тақырыптың маңызы туралы дәлелдеп айтып беру, мүмкін кейбір оқушылар білімді сыныптастарына түсіндіріп, оқулықтан тыс ресурстар қосып алуға болады. Енді бағалау критериясында бұл жерде жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындауға болады. Сабақ барысында тыңдаушының назарын өзіне аударып, мына жерде сіздер көріп отырсыздар суреттерді және кеспе қағаздарды, әртүрлі заттар мен топтық тапсырмалар, кері байланыс, стикер. Осылар бізге осындай ресурстар керек. Әдіс тәсілдер кезінде біз сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік, рефлексия, осының бәрін біз сабақта қолданып кетеміз. Байланыс кезіне көркем еңбек пәндерінен біз интеграция қолданып кетеміз. Жоспар кезінде жоспарланған жаттығулар болады, жоспарланған ескертпелер болады. Бұл жерде мысалға жіпке жайылған фотосуретті алып, түріне сай топтарға бөлуге болады. Психологиялық қалыптастыру кезінде көрші деген ойынды ойнаймыз. Бұның мақсатында әрбір қатысушының сол топтың бір мүшесі екендігін сезіну, бір-біріне жылылық сыйлау. Нұсқаулық кезінде көршіңді оң жақтан құшақта, көршіңді сол жақтан құшақта, оң жақтағы көршіңе бір жымиып қарап, сол жақтағы көршіңе бір жымиып қара. Бүгінгі тренинг барысы кезінде біз бәріміз, біз үлкен отбасымыз. Көршілерің қимыл қозғалыстар арқылы жаттығуды жасайды. Енді сабақ барысы кезінде оқушылар оқулықтағы негізгі тақырыппен танысамыз. Әлемді шарлау әдісі арқылы біз түсіндіре бастаймыз. Бұл жерде оқушыларға постер жасауға болады. Оқушылар өз ойларын постерге жазып, оқып береді. Мысалға алатын болсақ, постер жасаған кезде жалпы аға арналған тапсырма болады. Оқушылар жаңа білімге сай оқулықты қолдана отырып, өз түсінгендерін постерге түсіреді. Сергіту сәті кезінде біз қыдырып қайтайық деген мысалға видео жазбадағы биді орындап кетуімізге болады. Ал сабақтың ортасында алтын балыққа арналған аквариум әдісі бойынша оқушыларға жасырын суреттер таратылады. Кімге балық түссе, сол алтын балық болады. Оқушы алтын балықтың маскасын киіп, ортаға шығады, басқа оқушылар оған сұрақ қояды. Егер жауап бере алмаса, топ мүшелері көмектесуге болады. Бұл алтын балыққа арналған аквариум әдісі. Енді практикалық жұмыс кезінде біз жануарларды қалай салуға болады екен? Сіздерменен мен практика жүзінде көрсетіп кетейін. Бұл жерде жануарды салу кезінде негізгі бөлімдерде жануардың дене мүшесін көрсете бастаймыз. Және жануарды салу кезінде оның образын көрсету деген бар. Мысалға алатын болсақ, қоян деген өте қорқақ, оның екі құлағы ұзын. Және бұл екі бөліктен тұрады. Негізгі бөлік ол бас және денеден. Қоян қай жерде өмір сүреді екен? Ол кімнен қорқады екен? Бұл үй жануары ма және жабайы жануар ма екен? Бұның төрт аяғы болады. Мына
бұтаның арасында бүкшиіп түлкіден қорқып отыр екен. Бұдан да басқа жануарларды суреттеуге болады. Мысалға алатын болсақ, түлкі ол өте айлакер, оның тұмсығы сүйір, құлағы үшкір, ол орманда жүреді, ол қандай аңды жақсы көреді екен, және қандай тамақпенен қоректенеді екен. Ол қулығы соншалық ұзын құйрығымен бұлаңдап, аруақта өзінің қулығыменен өзінің тағамын солай тауып отырады екен. Міне біз қоянның суретін сіздермен салып отырмыз. Бұл жерде біз наброски деген нәрсені қолданып кетеміз. Наброски деген нәрседе атақты Леонардо да Винчи, біздің этнографымыз және ғалым суретші Шоқан Уәлиханов осы наброски тәсілін қолданып кеткен. Наброски тәсілінде салынған нәрсені өте жеңіл алу және сызықтарменен көлемді дұрыс беру, образды аша білу. Сол кезде біз образ дегенде біз екі жануарды суреттеп кеттік. Қоян ол өте қорқақ дедік, мысалы түлкі өте дедік. Осы сурет жануарлар бейнелерін өте әдемі бейнеленген. Бұл жерде біз айттық, бірнеше бейнелеудің түрлері бар дедік. Оның ішінде мысалға кескіндеме, графика дедік. Осы екі салада біз жануарлар жанрын әдемілеп көрсетіп кетуімізге болады. Кескіндемеде біз мысалға бояулармен береміз, техника акварель дейді, техника гуашь дейді, майлы бояу, акрил, ал графикада біз сызықтармен береміз. Кескіндеменің тілі бояу болса, графиканың тілі сызықтар. Бұл жерде сызықтар, дақтар, штрихтар. Жылдам мұның практика жүзінде ол қоянның қимыл қозғалысын береміз. Оны ракурс дейді. Қоян ырғып келе жатыр, жүгіріп келе жатыр, или бұтақтың ішінде қорқып отыр. Осы сәттерін берген кезде сызықпенен өте жылдам жұмыс істеуіміз керек. Және образды бейнелеген кезде оның негізгі сипатын көрсетуіміз керек. Міне біз айттық, түлкінің бұлаңдап өзінің бір сүйкімді қылығыменен міне өзінің образын көрсетеді деді. Әрбір жануарда осындай наброски деген сызықтармен бейнелеген кезде жануардың көлемін бірінші дұрыс алу, екіншіден образды аша білу, үшіншіден идеяны құру, композиция, қай жерде бұл жануарлар жүреді екен, және ол қандай мысалға табиғатпенен үйлестіріп композицияны құра аласыздар. Бұл жерде балалар, сендер өте дарындысыңдар. Осы жұмысты істеген кезде сіздер оны мүсіндеуменен, графикамен, кескіндемен алып кетулеріңізге болады. Осы тақырып бойынша біз жануарларды бейнелеуді біз және жануарларды алатын орны дегенде 10 тестті құрастырдық. Бұл тесттің ішінде әрбір сұрақта 5 дұрыс жауап бар. 5 жауап бар, оның біреуі дұрыс. Бұны сіздер білген нүкте академиясында өз білімдеріңізді тексеріп біле аласыздар. Осыны сіздер тек қана менің сүйікті оқушыларым өздеріңіз ғана емес, ата-анаңызбен, жанұяңызбенен бәріңіз көріп, өз біліміңізді тексеріп, қарап, дұрыс жауапты табуларыңызға сәттілік тілеймін. Жұмыстарыңыз сапалы болсын, өмірлеріңіз, денсаулықтарыңыз жақсы болсын. Тек қана сәттілік тілеймін жұмыстарыңызға.